Сәлем достар, мен табиғат жанашыры Асусай мектеп балабақша кешені коммуналды мемлекеттік мекемесінің 10-шы сынып оқушысы табиғат аялы форумының экология номинациясына үміткер Мұратханов Айқын. Қоршаған ортаны қорғау бәріміздің ортақ міндетіміз. Осы видеода мен сіздерге рұқсатсыз қоқыс полигондары туралы айтып беремін. Бұл тек менің емес, сіздің де проблемаңыз. Ендеше бірге әрекет етейік. Армысыздар, құрметті көрермен. Бүгін маған бір қызық әрі маңызды оқиға келіп түсті. Тарбағатай ауданы Асусай ауылының тұрғыны өздерінде орналасқан заңсыз полигон жайлы фото видеоларын жіберіпті. Қараңыздаршы, қандай сұмдық жағдай. Қоқыстың деңгейі өте көп. Осындай қоқыстар шірісе, ауылдың ауа суын ластайды ғой. Енді осы ауылға жағдайын өз көзімен барып көргім келіп тұр. Асусай ауылының орналасқан жерін анықтап, қандай жерде, қандай жағдайда тұрғанын анықтадым. Асусай ауылы кіші ауыл екен. Соның тау артында жатқан полигонына барып көрмекшіміз. Ендеше кеттік. Біз бүгін Тарбағатай ауданы Асусай ауылындағы заңсыз қоқыс төгілген жерге келіп тұрмыз. Өздеріңіз көргендей бұл жерде чыны, пакет немесе пластик сияқты заттар жатыр. Бұлар мыңдаған жылдар бойы шіріп, ауылдың ластануына әкеп соғады. Олар жер асты сулары, ауа немесе басқа да шөптің өсуі сияқты түрлі процестерге өзінің кедергісін келтіреді. Осы жайт бойынша енді біз ауыл әкімінің орынбасары, ауыл тұрғыны мен эколог маманмен тілдесетін боламыз. Сәлеметсіз бе? Мен сізден эколог маман ретінде сұхбат алмақшымын. Бұндай заңсыз қоқыс орындарына кім жауапты? Сәлеметсің бе? Көп жағдайда бұл халықтың жауапсыз әрекеті болып саналады. Мұндай орындарда санитарлық талаптар сақталмайды. Оларды жою жәнегі әкімдіктің міндеті болып саналады. Бұндай қоқыс орындарының табиғатқа қандай қауіптері бар? Бұндай жағдайда топырақ ластанады, жер асты суының ластануы болады, ауаға зиян заттар, газдар тарайды. Бұл болашақ ұрпаққа зиян келтіреді. Сұхбатыңызға көп рахмет, сау болыңыз. Сәлеметсіз бе? Сәлеметсіз бе? Сізден сұхбат алсам бола ма? Әрине болады. Осы ауылдың тұрғынысыз ба? Иә, осы ауылдың тұрғынымын. Мен осы ауыл тұрғындарының шағымы бойынша келіп тұрмын. Ауылдың аймағында заңсыз қоқыс төгетін орын бар екен. Сол туралы сізден сұрасам бола ма? Иә, болады. Әрине біздің ауылымыздың маңайында, жотаның астында үлкен шұңқыр бар. Ауылдың адамдары бұл жерге заңсыз апарып тастайды. Негізі осы мәселе бойынша біз әкімшілікке хабарласқанбыз, сұраныста жасағанбыз. Осы қоқыстың айналасын қоршаса деп бір жауабын береміз деген, болашақта келетін шығар. Жақсы, рахмет. Сәлеметсіз. Сұхбат алсам бола ма? Сіздің ауылда заңсыз нәтижесі, одан ешқандай нәтиже жоқ. Өте жаман иісі келеді, полигон сияқты. Қоқсықтың даланың бәрі салапан, шашылған. Қоқсық ешқандай нәтиже болған жоқ. Әкімшілікке не жаза айтылған. Сәлеметсіз бе? Осы рұқсатсыз төгілген қоқыс бойынша ауыл әкімінің орынбасары ретінде сізден сұхбат алуға келіп тұрмын. Осы мәселені шешесіздер ме? Мен ауыл тұрғындарының шаруалары үшін келіп тұрмын. Иә, бұны шешеміз. Қандай жұмыстар атқарылады? Қоқысты тазалау жұмыстары. Көп рахмет, сұхбатыңызға сау болыңыз. Табиғат аясында бір ғана полигон үлкен экологиялық мәселе. Ал елімізде бұндай жүздеген асқан полигондар бар. Егер сізде осындай заңсыз қоқыс төгілген полигондарды көрсеңіз, фото, видеоға түсіріп, жергілікті әкімдікке хабарлаңыз. Табиғатты аялау бәріміздің міндетіміз. Бірге әрекет етейік, достар.